күйеуімді туған анасынан қызғанам. Менде бір түсініксіз жағдайлар орын алуда. Бұл үйге келін болып түскеніме 2 апта болды. Тойымызда болған жоқ, мен алып қашып кетті. Содан уже 2 апта өтті. Менің жасым 20-да, ал күйеуім 22-де. Енді мен күйеуімді мамасынан қызғанатын болыппын. Неге екендігін айтсам, сіздер шок боласыздар. Видеоны бастамай бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетулеріңізді сұраймын, және бүгінгі кейіпкерімізге, Анельге өздеріңіздің пікірлеріңізді, қолдауларыңызды жазып кетсеңіздер, себебі кейіпкеріміз комментарийді оқып отырады, өзі қандай шешім қабылдарын білмейді. Енді әңгімені жалғастырайын. Мен күйеуімді мамасынан қызғанам. Неге деген себебі мамасына күйеуім өте қатты еркелейді. Мен түсінемін, бала деген анаға қаншада болса да бала болып қалады. Ана баласын еркелету керек. Оның барлығын білем әрине, бірақ менің күйеуім 22 жаста. Үйленгеннен кейін енді кішкене еркелікті қою керек деп ойлаймын енді. Кішкентай 5 жасар, 2 жасар баланың өзі ондай қылықтар жасамайды. Менің күйеуім мамасына қатты еркелейді. Сәл бірдеңе болса бетінен сүйе береді. Даже бір рет болды, мамасы бүйтіп киімін шешіп жатқан кезде мамасының кеудесін көрем деп сүйіп жатыр. Мамасы ұялып қалды да менен, қой балам, не істеп жатсың деп. Мен отырмын да еще ана жерде. Мен ужас, жаман деп біртүрлі болып қалдым ана жерде. Өзіне айтам, күйеуіме бөлмемізге барамыз, не істеп жатсың сен, вообще ұят емес пе, мамаңның почти что прям төсінен сүйіп жатсың ғой десем, басын істейм ма, ол менің мамам, не ұнамай ма, не сүйем ба, не істейм, ол сенің шаруаң емес, оған сен басыңды қатырма дейді да маған. Ал қайнатам болса, как обычно типичный қайната, ешкіммен, ештеңемен шаруасы жоқ, кіммен кім сүйісіп жатса да ештеңемен андай мыңқ етпейтін, жұмысқа барып келіп кетіп жүретін жай тірі адам. Мамасы мысалы душқа түсуге кетсе де, бала мысалы қызы емес, ұлы айтады ғой, менің күйеуім, мама арқаңызды берейін деп кіріп кетеді мамасына. Сөйтіп келін бар деп ұялатын шығар мүмкін, мамасы отказываться етеді, керек емес деп. Енді махаббат деген мамасына деген это ужас прям. Мамасы жұмыстан кешіксе, бұл жынданып, звондап, қайда жүрсің, неге келмейсің деп. Бұл менің күйеуім үйдің ең кіші баласы. Қайнағам бар, қайнапам бар, бірақ олар бөлек тұрады, отбасылы. Енді үйдің кенжесі болғаннан кейін күйеуім үйленбей тұрып ең басында айтты: мен ата-анамнан бөлек ешқайда кетпеймін. Мен кенже баламын, менің міндетім ата-анама қарасу. Кішкентай болғаннан кейін мен осы шаңырақтың иесі болып қалам деді. Мен оған келісіп күйеуге шықтым күйеуіме. Бірақ енді осы выходкалары, мамасына деген отношениясы менің күйеуімнің это нездоровые отношения прям. Мысалы мен түнде ұйықтап жатсам, күйеуім соткасын көріп атып ұйықтап қалыпты. Соткасын сөндірмепті. Енді ұйықтап кеткен ғой. Енді соткасында кәдімгі андай ұятсыз видеолар көріп жатыр. Мамамен болу, мен оның терминологиясын айтпай қояйын. Кәдімгідей сондай видеолар көріп жатыр. С мамой я хочу маму деген ұятсыз кәдімгі видеолар көріп жатыр. Мен кәдімгі прям шок болдым. Не ойлайтынымды, не істерімді, прям кімді кінәлаймын, или ол өтірік, вообще ештеңе андай ешқандай шешім қабылдай алмай қалдым. Өзіне айтсам, мені кінәлап шығады. Лучше защита это атака деп. Мені кінәлайды, сен аурусың, не ол нормальный жай видео, обязательно сен неге мен мамаммен ұштастырасың оны деп. Енді мен дейтін түсінбеймін, енді күндіз көріп жүргеніммен, енді түнде күйеуімнің көріп жүрген видеоларын байланыстырамын ғой енді мен. Сөйтіп ой елегінен өткізсем, мен ойым жаман ойға келеді тек қана. Ал күйеуім менің айтқанымды вообще дұрыс деп есептемейді. Білмеймін, есі дұрыс ондай нәрсе көре ма, құдай, ондай видео 18+ видеолардың тақырыптары көп қой, неге именно с мамой дегенді көреді. Өткенде передачада мамасы өз ұлын жаңағыдай қорлап кетті дегенді көріп жылап отыр. Неге сондай видеолар көреді, именно с мамой деген видеоларды көп көреді да. Ауырып жатса мамасына кетіп қалады, ойлаңыздаршы, үйленген еркек мамасының қасына барып жатады. Маған айтты, күйеуге шығатын кезде маған айтты: әлі бала пландамаймыз,
маған пока что бала керек емес. Мен әлі өзім баламын дейді да. Представляете, үйленгеннен кейінгі әңгімесі бұл. Үйленгенге дейін екеуміз жүрген кездерде бұл жігіті нағыз жігіттің төресі болатын. Кәдімгі ер мінезді сондай болатын. Ал үйге келсем кәдімгідей 180 градусқа өзгеріп кеткен. Маменькин сыночек деп те айтуға келмейді ғой. Бұл маменькин сыночек деп айта алмаймын мен бұны, себебі бұл деген прям енді патологтың патологы ғой. Мен айттым, неге ұлы жапса береді деймді ше, жаңағыдай мамасына. Таң қалып жүрмін. Ал енем болса маған тиіспейтін. Жұрттың енелер сияқты менімен арпалысып, тамақ істе, тұр, ерте тұрдың, кеш жаттың. Жоқ, неге кеш жаттың, неге ерте тұрмайсың деген. Ондай вообще әңгіме жоқ та бізде. Тек жаңағы күйеуім біздегі проблема. Білмеймін, әр отбасында бір жеке проблема болады дейді ғой. Мамасы қойсай десе де қоймайды да ол. Мен жаман қызғанып жүрмін. Не шешетінімді, не қандай іс-әрекет жасайтынымды білмеймін. Кімді тыңдаймын. Күйеуімді қызғанам әрине, себебі мен күйеуіме ессіз ғашық болып шықтым. Күйеуіме ғашық болдым. Жағдайлары керемет, әкетіп баратқандай бай деп айта алмаймын. Кәдімгідей орташа ашты емеспіз. Керемет байып та жатқаным жоқ. Бірақ енді жалпы мен өзімнің төргінімнің жағдайлары жақсы еді. Бұл кісілермен салыстырғанда мен енді махаббат деп жаңағы жастықпен шықтым. Енді сөйткендегі осындай іс-әрекетті көріп отырмын. Мен кетем десем кете бер деп маған боқтатты. Дәл сол орында отыра берді. Ал мен мамам айтқан, келуші болма, не көрсең де келме. Себебі ең басында маған тұрмысқа шығам деген кезде айтқан еді. Егер де өзімнің адамым, мен оны жақсы көрем, ол мені жақсы көреді, бір-біріміз үшін жаралғанбыз, осы өлем күйем десең, шық. Бірақ маған ертең мама қайтып келем деп айтушы болма. Өлігін ғана осы үйге келсін деп айтқан болатын маған. Енді білмеймін, мен осындай күйеуімнің тарапынан енеме деген отношениесі осындай болса, мен бір күн ертең екеуін ұстап алатын сияқтымын. Сіздер не ойлайсыздар? Маған қандай ақыл айтар едіңіздер? Мен реально ауру емеспін, ештеңе емеспін, бірақ мен үшін бұл здоровый отношение емес. Мен асыра сілтеп айтып отырғаным жоқ. Шынымен де не көріп жүрмін, соны айтып жатырмын сіздерге. Іштегі сырыммен бөлісіп жатырмын, себебі басқа ешкімге айта алмаймын. Абысыныма да айта алмаймын, мамама да айта алмаймын, олар мені түсінбейді. Енді өмір менікі, әрине, бірақ анамды да тыңдағым келеді, себебі мен бұл үйден кетсем тек қана анама ғана бара аламын. Мен анамнан басқа ешкімге керек емеспін. Деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Сіздер Анельге айтар ақылдарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетулеріңізді сұраймын. Бұл оқиға шынайы біздің астаналық оқырманымыздың өмірінде болып жатқан оқиға.